Жетісу өлкесі ән мен жырдың қазынасы. Ән мен жырдың туын жоғары көтерген көптеген ақындар мен жыршылар осы өңірден шыққан. Атағы Жетісу өлкесіне кен тараған, жыр алыбы Жамбылдан бата алған, кенен ақынның тұстасы болған ақын Есдәулет Қандекұлы біздің ауылдың мақтанышы. Есдәулет Қандеков 1887 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Ақтерек ауылында дүниеге келген. Ол ақын, жырау. 1916 жылы Нұрғожа Әли бастаған ұлт азаттық көтерілістің жасақшы жыршысы болған. Жастайынан кедейшіліктің тауқыметін көп көрген, жас ақынның халық көкейінен шыққан сөздері жұртқа ұнап, жезтаңдай ақын атанған. Асыл пышаққын түбінде жатпайды дегендей, оның бостандыққа шақырған көптеген өлеңдері мен 1916 жыл тауда дастандары осы кезеңде дүниеге келген. Асыл пышаққын түбінде жатпайды дегендей, оның бостандыққа шақырған көптеген өлеңдері мен 1916 жыл тауда дастандары осы кезеңде дүниеге келген. Көтерілісті күшпен басқан патша жандармдары қолға түскендерді қатаң жазалайды. Есдәулетті 20 жылға жер аударады. Кеңес дәуірінің тынысын арқау еткен заманың туды кедейлер және тағы басқа өлең жырларын шығарған. Айтыс өнерінде Есдәулет ақынның алатын орны ерекше. Ол әуел бастан-ақ айтыс өлеңге құмартын. Жетісу еліне атағы кеңінен жайылған Сүйінбай, Бақтыбай, Бармақ, Құлманбет сияқты алдыңғы толқын ақындардың өлең жырларын әсіресе өзара айтыстарын жырлап айтатын. Оның айтыс өлеңі 90 толғап, мың құбылтып, әсерлі әуенмен айтатын қалайтын халық. Есдәулет ақын келді дегенде естісе, оған ең алдымен осы айтыстарды жырлатады екен. Зерделікпен асылды ізденейін, таба алсам сөз маржанын тізбелейін. Тыңдағанның көңілін елжіретіп, сөзді шашау шығармай түймелейін. Деп жырлаған ақын атамыз 1971 жылы дүниеден қайтты. Биыл ақынның өмірге келгеніне 139 жыл толды. Есдәулет Қандеков 1887 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Ақтерек ауылында дүниеге келген. Ол ақын, жырау. Ақынды өлтірметін жыры болса, ақынның мәңгі жасауы жыр қадірін ұғатын ұрпақтың болуында.